Армысың қазақ елі, мен артында Қапшағай, ал біз қазір құсбегілердің жарысындамыз. Қазір 3-ші тур, яғни финал өтіп жатыр. Біз бірден соған келдік. Қазір сіздерге көрсетіп, және өзіміз қарап, осы жерді аралап шығамыз. Осы жарысымда 3 күн бойы өтіп жатыр. Осы саятшылық жақсы өткізді. Жақсы дамытып, жақсы жатын орнымыз да жақсы. Осы 3 күн өшірді болдық біз. Қапшағайда жаңа қонақ үйде тамағымызды барлығын даярлап қойдық. Biz Қырғызстаннан келдік. Бары жақсы өтіп отады. Аябай жақсы ұйыштырып тұр турнирді. Қазақ бордаштарымызға аябай чоң рахмат. Türk balası bolsa, Kazak balası bolsa, kolunda kıran bolsa, onun tavelsiz ruhu bolar. Tavelsiz balaları bolsa Kazak eli eş kaşan tavelsizliğini jogалтпайды. Қытай халық республикасынан келген. Қытай қазағысыз, е? Қытай қазақтарым. Мен Қытайда да бір кісі болғам, осы жақта да бір кісі алып құсбегілікті өзі жеті атамыздан бері жалғасып келе жатырмыз. Мұрамыз, тарихымыз, ата-бабаларымыздан салған Қытайда кезінде. Осы жаққа келген сонымызды қолдап, мен жалғастырып жатырмын. Мына жерде бірнеше киіз үй құрып қойыпты, біреуіне қазір кіріп көрейік, бізді кіргізем екен. Балқаш ауданының киіз үйі деп тұр. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Қалай жағдай? Ау? Қай телеарна не? Телеарна болғанда YouTube арна. Ал сыртында Балқаш деп жазып қойған сонда ол. Балқаш ауданыкі. Балқаш ауданының бүркітшілеріне арнап жайылған дастархан, иә? Әлде қалай? Сырттан келген бүркітшілерге де арналған. Жалпы. Жалпы, иә. Сіздің аты жөніңіз кім болады? Менің аты жөнім Таңат Оспанқұлов, Қарағандыдан. Қарағандыдан? Мен де Қарағандыданмын. Келес екенбіз. Қуаныштамын. Сіз ғана ителгімен жүр екенсіз, басқаларды байқаған жоқпын. Бұл жерде ителгілердің сайысы қалай өтеді негізі? Ителгілердің сайысы негізі бірінші этапта қолға шақыру 200 метрден. Сосын кейін шырға тептіру 3 минут бойы екінші этапта. Сосын кейін соңында қоянға салу. Бірақ бөлек, бүркіттер бір бөлек, сұңқарлар бір бөлек, е? Сұңқар бір бөлек, қаршыға бөлек, е. Ал неге сіз нақты осы ителгіні алып жүрсіз? Неге бүркіт емес, неге қаршыға емес? Мен өзіме ең ұнайтын құс сұңқар құсы. Түсінем негізі. Сондықтан осыны ұстаймын. Бүркітім де бар негізі, е. Құстың патшасы ғой. Жуас болады, бүркітке қарағанда. Адамға жақын болады. Кәдімгідей дос болып кететін құс ғой. Достар, сайыс басталған сияқты, бүркіттерді жіберіп жатыр. Қоян ұстатып жатқан сияқты аларға. Қазір мына жерде біздің досымыз Руслан жүрген. Содан сұрап көрейік не болып жатқан. Негізі шарты қандай бұл сайыстың? Сол. Қоянды ұстап қана қоймай, тез ұстау керек па, оны уақытын есептей ма қалай? Бір ұмтылыстан ұстау керек қой, бір ұмтылыстан ұстамаса, екінші ұмтылыстан ұстаса онда бал төмендей береді. Бал төмен дегенде келесі турға өткізбейді кетті. Ал бір ұмтылыстан деген қалай, бір ұшып, қонып ұстап алу керек есімді. Біз жаңа ғана сұрап білдік, бұл финал болғандықтан қоян емес, түлкі немесе қарсақтар жіберіп жатыр екен. Бірақ оларды қай жақтан жіберіп жатқанын әлі таппай жатырмыз. Бұл жерде ұстап отыр ғой оларды. Оларды былай істейді екен. Жабайы түлкілерді қарсақтарды ұстайды да, кәдімгідей табиғаттан. Сосын шеге оларды жібереді. Ал бүркіттер оны ұшып, жаңағы бір қалай айтқан еді жаңа, бір ұшып
жаңағы бұрылып кетпей сол ұшқан бойымен тікелей анаға ұшып ұстап алу керек екен. Сол кезде жаңағы уақытын санайды, барлығын қарайды да баға береді екен соған. Қазір келесі бүркітші жіберуге дайындалып жатыр. Анау қолына қарсақ ұстап алған, ол тірі қарсақ, мойнына ұстап алды да ана жаққа апара жатыр. Қазір сол жерден оны жібереді. Жібере салысымен біздің бүркітші өзінің бүркітінің томағасын шешеді. Бүркіт оны көре салысымен атылып, оны бір ұмтылыстан ұстап алу керек. Ал ұшты. Туф. О, ұстады. Айдар, қалың қалай? Жақсы. Мынау сен қаршыған ба? Өзің үйретіп жүрген? Иә. Сен жасың нешеде негізі? 7-те. 7-те, ал қанша жасынан бастап айналысып жүрсің бұмен? 5 жасымнан. 2 жыл болды иә сонда? Өзің үйретесің ба кәдімгідей? Иә. Сосын мына жерге жай қарауға келдің ба? Осы жерге жоқ. Осы жерге жарысқа келдім. Осы жерден 3-ші орын алдым. Өзің қай жақтыкісің? Мен Алматы облысы Нұра ауылынан келдім. Нұра бүркітшілер ауыл ғой, иә? Өскен кезде бүркіт ұстайсың ба? Иә. Анау қаршыға балалардікі деп ойлайсың ба? Әлде үлкендерде ұстау керек па қаршығаны? Үлкендер де ұстайды. Бірақ сен өскен кезде бүркітке көшейін деп жатсың, иә? Ал бүркіттер сайысы бітті. Кім жеңген әлі білмейміз, бірақ халық арасында бүкіл бірінші орындар қазақтар алып деп жатыр. Бірақ оған қоса бағана дастарханда отырып естігенім, қырғыздар бірінші орын алып кетсе екен деген әңгімелер бар екен. Себебі қырғыздар өзінің жеңіп алған жүлдесіне жуады екен. Енді оны қазір марапаттау кезінде білеміз, бірақ бұл жерде кәдімгідей ақшалай жүлде бар екен. Оны кім ол ақшаны бөліп отыр, оны әлі сұрастырып білеміз деп ойлаймын. Ал қазір бізде тазылар жүгірейін деп жатыр. Дәл бүркіттер сияқты дәл сондай сайыс болады. Қазір біздің тазы жанашырлар өздерінің тазыларын баптап, дайындап жатыр. Бағана бүркіттер жүрген кезде 1-2 тазы жүгіріп шыққан. Ол енді бірақ шарттан тыс, олай болмайды екен. Негізі білмесеңіздер, тазы мен бүркіт ешқашан бірге шықпайданға, себебі олар екеуінің функциясы бірдей. Тазы да бүркітте аңды артынан жетіп, ұстап алып өлтіріп тастау керек. Бір итпен бірге шығатын ол негізі сұңқар. Жаңағы ит, үйрек, басқа да құстарды көтеріп, сұңқар оларды үстінен соғып құлатады екен. Ал тазы мен бүркіт ол бір-біріне керісінше бөгет болады. Ал қазір қазақ тазысы жойылып жатыр деген рас па? Просто мен әже келдім да, көріп отырмын, көп екен тазылар. Ол Жойылып жатқан ұқсамайды да? қазақтың тазысы жойылып жатыр деген жалған әңгіме. Негізі бар иә, әлі көп иә? Бар, қанша тіркелмеген, келмейді, жарысқа келе алмай жатқандар бар. Бүркітшілер бағана бір орында тұрып бүркіттерін ұшырса, тазыларын ұстап, біздің ағайларымыз бір жаққа кетіп бара жатыр. Қайда кетіп бара жатқанын білмейміз, қазылардың артынан барып соны анықтаймыз. Өзін ықылас деген бауырымыз алдында TikTokқа сұхбат берген, бізге осы жерде кездестіріп жатырмыз. Қолым астында бір тазыны ұстатып қойды. Қазір бүкіл неге тазыларын ұстап ана жаққа кетіп бара жатыр? Тазыны жүргізіп алу керек жарыстың алдында. Бір бой жаздырып, жүгіретін жерге бой үйретіп, қанын жүгіртіп, бұйыртса қазір осы жақтан бастап, мәре осы жақта, сәрі ар жақта болады. Тазыларды бойын қыздырамыз бірінші. Бірінші қыздыру керек иә оларды? Міндетті түрде бірінші жүгіртіп қыздырып алу керек тазыларды. Ал негізі сайыстың мақсаты неде? Олар жарысады ма, әлде бір нәрсе артынан қуады ма? Мақсаты жүйріктігін қазір, бұл жарыста мақсаты жүйріктігін анықтау. Қазір жүгіртеді, қай тазының жүйрігі екенін анықтайды. Қазір Жамбыл ауданынан 4 жүйрігімізді іріктеп алып келдік, 30 тазының ішінен. Ұзынағаштан ба? Көреміз. Жүйріктігін анықтау. Нені артынан жүгіреді, әлде жай ғана бұйырса шырға тартады, шырғаны лебедкамен тартады деген. Енді бұйырса қазір жарыс ұйымдастырушылары машинамен тартады ма, немен тартады, тазыларымыз дайын. Бәрі бірге жүгіре ма сонда? Бәрін бірге жібереді. Бұйырса, немесе 2-3 забег болады, бөлгеніне қараймыз. Сонда ол жылдамдыққа жарыс, иә? Жылдамдыққа. Қай тазы жылдам, қай тазы шыдамды, қай тазы алғыр, ұшқыр, кім бірінші старттан шығады, кім аяғына дейін жақсы жүгіріп барады, соған байланысты болады.
туғанұлы Серікбек болады аты жөнім. Астана қаласынан келдік. Біздің ағамыз бірінші орын деген жүлдені алды. Енді осыған сіздің бүркітіңіздің сонда ерекшелігі неде, осы бәрінен озып шыққаны? Ерекшелігі ешқайсысы ерекшелігі жоқ, бәрі құс бірдей. Просто құстың өте несі жылдамдығына сәйкес, құсым бәрі құстан озып, сол жылдамдықпен бірінші орын алды. Ал құстың бәрі бірдей. Адамнан осыны үйрететін адамның ерекшелігі болу керек дегенге қалай қарайсыз? Бұны ұстағаннан кейін еңбектену керек қой. Бұны да күнде ұшырып, күнде уақытын тамақтандырып, күнде жаттығу жасаған арқасында, еңбектің арқасында бірінші орын алып отырмыз. Бәрекелді, құтты болсын. Енді бірінші орын қолыңыз алған десем бүркіт ұстап тұрсыз. Жақсы. Ал достар, бүгінгі іс-шара аяқталып жатыр. Адамдар біртіндеп тарап жатыр. Біз бұны негізі не үшін түсіріп көрсетіп жатырмыз? Себебі көргендеріңіздей, осы жерде осындай жазық далада қазақтар өзінің ұлттық киімін киіп, қолында тазысы бар, біреуінде бүркіт, қаршыға, сұңқар ұстап, мына жерде қамаз ішіп, қуырдақ жеп, кәдімгідей біздің қазақтардың өзінің нағыз қазақ екені көрінетін осындай іс-шаралар, оны көбірек көрсету керек деп ойлаймын. Ондай көбірек өткізілу керек деп ойлаймын. Сондықтан сіздер де біліп жүріңіздер, біздің қазақилығымыз дамып жатыр, ешқайда жоғалып жатқан жоқ. Жаңағы неше түрлі бітті қазақтар қалада қамалып төрт қабырғада отыр деген ондай әңгіме өтірік екенін осындай видеолар арқылы дәлелдегім келеді. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.